Сәлем қыздар, бүгін біз яғни балаларыңыз, үйіндегілеріңіз печенье сұраған кезде 20 минутта дайын болатын өте тәтті, дәмді песочный печенье дайындайтын боламыз. Алдағы уақытта менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен майымызды микроволновкада ерітілген немесе водяной баняда сәл ерітілген майымызды алып, оның үстіне қант ұнтағын, яғни сахарный пудрамызды сеуіп, ерігенше әбден венчикпен немесе қасықпен әбден араластырып алатын боламыз. Сәл араластырып болған соң, үстіне 2 жұмыртқамызды қосып, тағы венчикпен әбден араластырып аламыз. Қанты да еру керек, жұмыртқамыз да еріп тұру керек. Оның үстіне, яғни біз ұнымызға разделителімізді қосып, араластырып, жаңағы жұмыртқалы майлы массамызға құйып араластырамыз. Араластырған соң, бізде қолмен араластырып аламыз. Осылай қолға жабыспайтын өте жұмсақ массамыз шығу қажет. Ол массамызды қолымызбен осылай дөңгелектеп алып, формамызға қойып шығатын боламыз. Мен көз мөлшермен осылай дөңгелек болып істедім. Сіздер не кішкентай қылып істесеңіздер болады. Ол бәрібірде соңында піскен соң сәл көтеріліп, әдемі печенье болып шығатыны сөзсіз. Жасап болған соң, қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Осылай сәл көтеріліп, әдемі иісті айтсаңыздар, иісі өте тәбет ашатын иіс болып келеді. Енді осыны әсемдейміз. Мен шоколадпен әсемдедім, яғни Қазақстан шоколадының 3 кубикін алып, оны осындай арнайы салафан бар, салафанға салып, қайнаған суға салып қоямыз. Өзі ериді, еріген соң ұшын кесіп, оны шоколадтың үстіне менкіндей осылай сызып шықсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Шаймен ішіңіздер де өте тәтті. Бар болғаны 20 минутта ғана дайындалады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Жасап жатып, алдағы уақытта да мен сіздермен тәттілермен бөлісетін боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойсаңыздар, қарап отырасыздар. Менің жаңадан шыққан рецептерімді лайк, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Мен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған